осының алдындағы отырыстардың бірінде айтып едім, 95 жылы қабылданған қазіргі қолданыстағы ата заңды дайындау кезінде 12 адамнан тұратын сарапшылар кеңесі құрылған болады. Сол 12 адамның 9-ы елдің азаматы, қалған 3-еуі әртүрлі елден шақырылған шетел мамандары. Әрине, олар бір мықты мамандар болған шығар, құқық практикасы бойынша, теориясы бойынша. Бірақ біздің елдің тарихын, мәдениетін, болмысын қаншалықты жетік білді, ол жөнінде кесіп айта алмаймыз. Мұндай маңызды құжат әзірлеген кезде тарихта, мәдениетте, болмыста үлкен рөл атқарады. Қазір еліміздің жаңа конституциясы осыдан 30 жыл бұрын жабық кеңседегі 12 адамның жұмыс тобының күшімен емес, ашық тікелей эфирде әрбір отырысы өтіп жатқан әр өңірден, әр түрлі саланың өкілдерінен құралған үлкен комиссияның күшімен жазылып жатыр. Ең бастысы, бәрімізде ел, осы жерде ел азаматтарымыз, сырттан келіп шақырылған ешқандай да шетел маманы жоқ. Себебі біз өз болашағымызды, өз тағдырымызды өзіміз анықтаймыз. Мен бұған дейін де айтқан болатын, бұл ең алдымен қазақ тілінде, мемлекеттік тілде жазылып жатқан конституция. Ел азаматтарын өз күшімен. Сондықтан да тағы да қайталап айтам, бұл шын мәнінде халықтық конституция. Бізге біреу сырттан келіп ақыл айтып отырған жоқ. Бұл өзіміз жиналып, өзіміз талқылап, дауласақ та өзіміз пікірлесіп, бір пікірге келіп, мемлекеттік, елдік, ұлттық мүдде тұрғысынан қабылдап жатқан конституция.